Армысыздар, қадірлі көрермен. Біз театрымызда жаңадан бір жоба бастап жатырмыз. Бұл жобаның атауы Құдіретті поэзия деп аталады. Бұл жерде біз поэзия оқимыз, поэзия жайлы сөйлесеміз. Біздің негізгі кейіпкеріміз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның құрметті азаматы, Ахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының негізін қалаушы Мұратбек Оспанов Үкібайұлы аға, қош келдіңіз. Ең әуелі біз поэзияны оқымас бұрын сізбен бір алғашқы түсірілім болғаннан кейін қысқаша бір сұхбат өрбітсем деп отырмын басында. Жалпы өнерге қалай келдіңіз, өнерді қайдан бастадыңыз, қай жерде қызметтер атқардыңыз, сол жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Бүгінгі таңда енді біреу білсе, біреу білмейді сіздің диктор болғаныңызды, сіздің керемет әуезов театрында әртіс болғаныңыз, радиода жұмыс жасағаныңыз, тағы басқа дегендей өзіңіз сол жайлы бір қысқаша бір әңгіме өрбітіп берсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Шынтуайтына келгенде, Манарбек, биыл менің мектеп бітіргеніме 50 жыл. Оқуға түскеніме де 50 жыл. Мектептен кейін бірден түстім ғой. Жарты ғасыр. Ол кезде жарты ғасыр, ол кезде консерваторияның ішінде театр бөлімі бар. Сол жерде актер факультеті дейді. Актер, театр және кино актері. Енді ауылда оқып, ол жақта былайша айтқанда енді армандады әрине, бірақ енді барып түсіп кетем деген бәрі енді сенім бола қойған жоқ енді. Бірақ дегенмен мынау класс жетекші, мен мектепті орысша бітірдім ғой. Өте бір ақылды адам болды, Кислякова Ольга Михайловна деген. Сол кісі енді біраз жігерлендіріп, өзінің ақылын айтып, сосын анау литературный кружоктар деді ғой. Сол жерде біраз өлеңдер оқып сөйтіп жүргенбіз. Сонда біраз ақылдар беріп айтты. Көр деді. Бағыңды сынап көр деді. Тоның шеше болмайды, барып көр. Әйтеуір Нартәуекел деп барып, Алла бұйыртып, ол кездегі Қазақстан Республикасының халық әртісі Шолпан Жандарбекованың мастер, сол кісі қабылдап жатыр екен. Әйтеуір Алла бұйыртып, бірінші Құдай, екінші сол кісінің қолдауымен оқуға түсіп кетті. Бітіргеннен кейін жолдамамен, министерствоның жолдамасымен әуезов театрына қалдырды. Сол жерде 10 жыл қызмет еттім. Содан кейін әуезов театрында актер болдыңыз ғой? Иә, актер болдым. Актер болып, біразы сапарларға, гастрольдерге шығып, енді ол кезде мынау нағыз театрның іргетасын қалаушылар енді бірен-саран, бірақ бір-екеуі болды. Мысалға Сераған, Серке Қожамқұлов, ол кезде мен барғанда болды, келіп жүрді театрға. Қапан Бадыров ойнап жүрді. Камал Қарымсов, Сабира апай, Майқанова, ол кезде мықтылар, сол кезде болды. Солардың алдынан, солардың батасын алып, солардың өнерін көріп, өстік енді сол жерде. Мұның бүгінгі таңдағы тұңғышбай, тілектестер, ол кезде жас жігіттер, 30-дің әр жақ бер жағындағы. Бүкіл репертуар соларда қылшылдап тұрған кездері, олар жас, соларға қарап, енді аға буын ғой. Сөйтіп, 10 жылдың қалай өтіп кеткен байқамадым. Сонан кейін Қазақ радиосына диктор болып ауыстым. Сол жерде біраз қызмет еттім. Одан қалай берді, қосымша сол концерттерге қатысып, мемлекеттік концерттерді басқарып, сол жерде өлең оқып, сөйтіп жүрдім. Сонан кейін 13 жыл бойы мынау парадты басқардым, 1 майда, 7 ноябрьде, орысша, қазақша. Сөйтіп жолда уақыт өте шықты әйтеуір. Дубляж жасағаныңыз туралы айтпадыңыз? Ол да бар, радиода жүргенде, сол дубляжда біраз қызмет атқардық. Ол жерде енді мынау аудару ғой. Кеңес үкіметіндегі сол кездегі шыққан фильмдердің, былайша айтқанда енді біразын дерлік аудардық. Енді Құдай берген дауыстың арқасында әйтеуір, Аллаға шүкір. Ол қызметті біраз атқарып, 92-ден 93-ге дейін сол дубляждың директор қызметінде атқардым. Арман қарай енді мынау жаңағы тәуелсіздік басталды. Одан қалай берді экономикалық дағдарыс, біразы балапан тұсымен, тұрымтай тұсымен, балапан басымен дегендей біраз жағдайлар болды. Онда өттік. 94-дің аяғында осы жаққа әкімшілік театр ашуға шақырып, 95-те соны ұйымдастырып, 96-та осы театрды ашып, содан осы жерде 15 жылдай қызмет атқарып,
одан мәдениет басқармасын басқардым, одан Нұр Отанға шақырып ол жерде біраз қызмет атқарып, сосын қайтадан театрға келіп, театрдан міне пенсияға шықтық. Қысқаша айтқанда. Әрине, бүгінгі таңда енді Асқар Тау ағамыз болып ортамызда жүргеніңізге қуанамыз. Бауырында күнде ойнап күліп жүргеннен кейін таулардың биіктігі байқалмайды деп жатады. Кейде өздеріңізде ағаларымыздың еткен еңбегін, жүрген жолын кейде аңғармай қалып жатамыз, байқамай жатамыз. Осы тұрғыда осы бір жобаны мен өзім бастамашы қолға алып отырмын аға. Сіз енді қаншама өлеңдерді, поэзияларды жатқа оқитыныңызды білем. Сіздің енді дауысыңызбен жазылған қаншама бейне поэзиялар, аудио поэзиялар, басқа да жаңағы дүниелерді білем. Бірақ өзіміздің театрда жүріп, осы театрдың сахнасында жүріп, сіздің жаңағы арнайы бір осындай жобаларды қолға алып жүргізгеніміз шамалы негізі. Сол бір олқылықтың орнын толтырайық, ертеңгі көрерменге сіздің дауысыңызды алтын қорда сақтап қалайық деген ниетпен өзіңізбен сол өзіңіз жатқа білетін поэзияларды осылай құдіретті поэзия айдарымен көрерменге күнделікті ұсынып отыруды жөн санап отырмын. Мен жалпы бір ай сайын болсын, апта сайын болсын. Енді биылғы жыл Абай Құнанбайұлының керемет мерейтойы. Сол мерейтойға орай әркім шама шарқынша ұлы ақынның шығармашылығын насихаттап бағуда. Сізде Абайдың өлеңдерін бір кісідей оқитыныңызды білеміз. Соның ішінде бір маған қатты ұнайтыны Қараңғы түнде тау қалғып өлеңі. Сіз сол өлең жайлы қысқаша бір айтып берсеңіз, мен өзім Қараңғы түнде тау қалғып сіздің оқығаныңызды білем, бірақ сіздің үш тілде оқитыныңызды жұрттан естіп жүрмін. Өзіңізді сол өлеңді үш тілде оқитыныңызды көрермен де біле жүрсін, соны бір өлеңдерге тоқтала кетіп, қысқаша сол үш өлеңді үш тілде оқып берсеңіз деген бір ниет болып тұр. Енді ол шынтуайтына келгенде, мына Көкшетауға келгелі енді поэзияны мен онша сирек оқитынмын. Ал негізі мынау радиода жүргенде, ол кезде енді мынау концерттерге көп қатыстым ғой. Орысша, қазақша, екі тілде оқитын өлеңді. Ал мынау жаңағы енді өзің айтқан Абайдың өлеңіне келетін болсақ, шын енді мынау Қараңғы түнде тау қалғып бір өзі шағын ғана өлең ғой, қысқа ғана. Бірақ бір ішінде бір үлкен бір дүние жатыр да. Әсіресе сол Абайдың аудармасында. Лермонтов Екібастан, оны да жатқа орысша оқып жүретінмін. Мысалға, енді түп нұсқасы Гетенің өлеңі ғой. Бір қызығы ол негізі өлеңге ұқсамайды. Сондықтан да шығар әлгі жолаушының зікірі деп аталады, молитва путника дейді. Және де оны Лермонтов бірінші оқығанда енді ұнатқан, бірақ біраз жүрген, бірнеше жыл жүрген соны. Енді еркін аударма дейді ғой, соны қалай аударсам екен, қалай мына орыс оқырмандарына оны қалай жеткізем ойымды деп. Сол еркін аудармамен бірнеше жыл жүрген. Сонан кейін барып бірінші жартысын өзі кішкентай ғана шағын өлең ғой, бірінші жартысын аударған, бірінші бөлігі емес, аяғы бар ғой, аяғын аударған. Сонан кейін барып басын аударған. Сосын қосып өзінің досы Антокольскийға тыңдатып, сонан кейін 1840 жылы жариялаған. Сол кездегі неге журнал беттеріне. Содан Абай атамыз сол Лермонтовтан аударған ғой. Енді соның бәрін зерттеп, тыңдап, немісшеде оқып үйреніп алдым. Сосын енді өзіміздің отырыстарда, анандай өлеңсер қауымның ортасында сол осы тақырып кеткенде сол үш тілде қазір де оқып берейін оны. Бәрекелді. Иә. Оны қатарынан бастайын. Бірінші Йоган Вольфганг фон Гете, одан кейін Лермонтов, содан өзіміздің Абай. Осы бір қызығы, осы үшіне де Абайдың аудармасы маған өзінің көңіліме қатты жатады. Ал енді өлеңге көшейік. Über allen Gipfeln ist Ruch. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, bald der Ruches du auch. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины
полный свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап. Даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап. Шаң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ. Керемет, керемет қаламат. Бұл өлеңді үш тілде оқымақ тұрғыл, жаңағы бір тілде оқи алмай жүргендеріміз бармыз. Сондықтан да бұл енді бір поэзия құдіретті өнер ғой. Сол сөз өнеріне қосқан біздің бір дамуына қосқан үлесіміз деп ойлаймын аға. Мыңда бір рахмет. Бұл жобамыз алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Сіз өзіміздің жалпы көкшел көрерменмен ғана емес, жалпы еліміз бойынша қазақша түсінетін барша поэзия сүйерлерге сіздің даусыңызбен өлеңдерді жолдайтын боламыз. Бұйыртса сіздің жатқа оққан өлеңдеріңізді сізге бүгінгі алтын уақытыңыз бөліп бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Мыңда бір рахмет аға.